Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауылға барамын. Бүгінгі сабақта балалар біз тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Мы будем отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Тыңдаған материалдың мазмұнына сәйкес келетін суретті белгілейміз. Будем находить картины, соответствующие содержанию текста. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Шарбақ, забор. Демалыста, на каникулах. Көмектесемін, помогаю. Шарбақ, шарбақ. Демалыста, көмектесемін, помогаю. Мен көмектесемін, я помогаю. Мен демалыста көмектесемін, я на каникулах помогаю. Бұл не? Бұл шарбақ, это забор. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Занесите новые слова в словарь и выучите их. Жақсы. Есте сақта. Жіктік жалғау. Личные окончания. Мен ауылда тұрамын. Я живу в деревне. Сен ауылда тұрасың. Ты живешь в деревне. Сіз ауылда тұрасыз. Вы живете в деревне. Ол ауылда тұрады. Он живет в деревне. Мын, сын, сыз, д. Присоединяются к слову, если слово у нас твердое. Здесь глагол у нас твердый, поэтому присоединяем твердые окончания. Ол ауылда тұрады. Он или она живет в деревне. Можно сказать, Анна ауылда тұрады. Аня живет в деревне. Атам ауылда тұрады. Дедушка живет в деревне. Жақсы балалар. Қайда? Где? Сен қайда тұрасың? Попробуем ответить на этот вопрос. Ребята, вопросительное слово у нас «қайда». Вместо вопросительного слова вы подставляете свой ответ, где вы живете. Қайда? Мен қалада тұрамын. Вопрос у вас стоит во втором лице. Вы отвечаете в первом лице. Сен, мен қалада тұрамын. Қайда? Қала, да. Внимательно обратите внимание вот на окончание. Қайда, да. Мен қалада тұрамын. Я живу в городе. Атам мен әжем ауылда тұрады. Бабушка и дедушка живут в деревне. Қайда? Ауылда тұрады. Живут в деревне. Қайда? Где? Қайда? Қалада. Қайда? Ауылда. Қайда? Семейде. Можно ответить так. Мен семейде тұрамын. Мен Алматыда тұрамын. Атам мен әжем семейде тұрады. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Тыңдалым. Мәтінді тыңда, қайтала, оқы. Менің атам мен әжем бар. Атам мен әжем ауылда тұрады. Атамның үйі үлкен. Мынау шарбақ. Шарбақ көк. Мен демалыста ауылға барамын. Атам мен әжеме көмектесемін. Маған ауыл ұнайды. Балалар, тыңдаңдар. Қайтадан оқимын. Внимательно слушайте. Еще раз читаю. Менің атам мен әжем бар. Атам, әжем бар. Атам мен әжем ауылда тұрады.
Атамның үйі үлкен. Үй үлкен. Мынау шарбақ. Шарбақ көк. Мен демалыста ауылға барамын. Атам мен әжеме көмектесемін. Маған ауыл ұнайды. Ребята, попробуйте сами перевести текст с помощью новых слов, с помощью слов, которые мы уже проходили. Я надеюсь, вы сможете перевести. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Айтылым. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Атам мен әжең қайда тұрады? Атаңның үйі қандай? Шарбақ қандай? Сен демалыста қайда барасың? Сен не істейсің? Саған ауыл ұнай ма? Ребята, вы отвечаете на вопросы и отправляйте мне голосовым сообщением. Внимательно обратите внимание на вопросы. Қайда? Где? Қандай? Какой? Қандай? Какой? Қайда? Куда? Сен не істейсің? Что ты делаешь? Саған ауыл ұнай ма? Тебе нравится в деревне? Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Ойлан. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін суреттерді белгіле. Отметь картины, соответствующие содержанию текста. Балалар, ойланып көріңдер. Қай суреттер мәтінге сәйкес келеді? Ал енді тексеріп көрейік. Давайте проверим, какие же картины соответствуют к содержанию текста. Иә, бұл екінші сурет және төртінші сурет. Атамның үйі үлкен, немесе атам мен әжем ауылда тұрады. Мен атама көмектесемін. Мынау шарбақ. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Жазылым. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Бірінші тапсырма 122 бет. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып жаз. Вам нужно внимательно посмотреть на картины и дописать предложение. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.